Астана футбол командасы суперкубок иегері. Бүгінгі шешуші ойында аяқ топшылардың 90 минут бойы тоқтаусыз жүгіргеннен еш нәтиже болмады. Тіпті қосымша уақытта бір-бірінің осал тұсын таба алмаған қос команданың тағдырын тек пенальти шешті. Толығырақ Елдар Бақпаев тарқатады. Көктемнің алғашқы күнінде көтеріңкі көңіл-күймен Астана Арена стадионына ағылған жұрттың санында шек жоқ. 30 мың жанкүйерге арналған зәулім спорт кешені лық толы. Оған себеп футбол маусымының ашылуымен қос команда Астана мен Қайраттың Қазақстан суперкубогын сарапқа салуы. Ел чемпионы мен Қазақстан кубогының иегері арасындағы кездесуді халық тағатсыздана күткені анық байқалды. Әрине біз өзіміздің елордалық командамыз Астана командасы қолдауға келдік. Стадионда сондай керемет мереке, мейрам, жаңа мынау басталмай жатып, осыншама халық жиналып жатыр. Бұның Қазақстан футболына деген, жалпы премьер-лиганың ойындарына деген жанкүйерлердің қызығушылығын тудырып отыр деп ойлаймын. Бүгін өте тамаша атмосфера болып тұр. Біз Қайраттың жанкүйерлері, кейбір автобуспен осы тұратындар, Астанада тұратындар бәріміз жиналдық. Бүгін жеңіске жетеміз деп сенімдеміз. Алға Қайрат! Үздіктер қатарынан табылған қос команданың кездесуін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев келіп тамашалады. Дүйін жұрттың делебесін қоздырған жасыл алаңдағы тартысқа Швециядан арнайы алдырылған бас төреші Йонас Эриксон жетекшілік етті. Ойыншылар аладопты ұршықша ергенімен негізгі уақытта есеп ашылған жоқ. Қаншама қауіпті шабуыл болғанымен футболшылар еш нәтиже шығара алмай, тек ойын соңындағы пенальтиде Астана жеңіске жетті. Абзал Бейсебеков, прошу извинения. Абзал Бейсебеков, капитан команды. Астана становится обладателем суперкубка. Атап өту керек, пенальтидегі жеңісті голды Астана командасының капитаны Абзал Бейсебеков соғып, астаналықтардың тілегін орындады. Осылайша елордалықтар 3-2 есебімен жеңіске жетті. Кездесу қорытындысы бойынша елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Астана командасына Қазақстан суперкубогын табыс етіп, футболшылардың әрқайсысын жеке дара құттықтады. Атап өту керек, бұл Астананың Қазақстан суперкубогын тұңғыш иеленуі. Елдар Бақпаев, Өмірбек Ізімов, Президент телерадио кешенінің көмегімен Астана.